Арбаңыздар, ағайындар. Бүгінгі күнден пайдаланып мен дағы қоғамшылықтың атынан өзіміздің пікірімізді білдіріп қоялы деп атабыз. Алымкадыр Бейшеналиев мына қамалды Зулушев Генпрокурор өзі қаматыптыр. Президент өзге рахмат. Ошо Зулушевтың дағы мынтеп чалды қойды қылып, мынтеп чалмасын чалып, мынтеп жөн жерінен қамағанын четін уғанан қызматтан четтетіп атты. Мұның дағы төркіні дағы тереңде екен. Тықырызделдік та. Бұл Генпрокурордың ұяты жоқ екен. Жаман бұл жақсы Алымкадыр Бейшеналиев бұл Қырғызстандағы жаңағы емет кеткен өзінше бір система түсіп алған жаңағы жегіч-ичкіч емелерді врачтардан тазалап атқанын көре албай, кейін президент бола албасын деп, маға тосқол қылбасын деген челік қылып, кішіне тізеге чағып, аны қамап қойды ұқсайды. Мақұл еме, күлесі бар жоғын сот анықтасын дейлік. Бірақ Генпрокурор Зулушевтің туғандары, тағырағы жаңағы Рыскул Зулушев деген 45 жастағы жаңағы Ошто Няфшалды bir imperator болып алыптыр, енесі. Жаңағантып бір 10 шақты қават үйлерді салып, ел монт 2 комнат үй салалбай жүрсе, үшінтіп құтырып алыптыр. Анан қалса, албала ұшы жаңағы Қарасуының Нариман деген айылына бір өзінің бір өкіл баласын, чорный өкіл баласын айыл басшы қылып қойыптыр, өкмет басшы қылып. Анысы елге күн көрсетпейткен. Мына арзануат бұлар мұна, берде тұрады. Арзануат. Айдына үйін қиян қаптап кетті, мүнтіп кетті, антып кетті деген бір айыл өксіктерменен барса, елдің көзінше басағал тоқмақтай қалаған адаты бар екен дейді. Ай Зулушев, Генпрокурор, Құдайды қараңыз, жаңа иініңізді тыйыңыз. Жаңағы айыл өкметтегі анын жаңағы криминал жаңағы өкіл балаңарды алып кеттілі. Біз елбіз, жұртпыз. Наримандтарды ал жаңағы Рыскулдың Зулушевтің өкіл баласына салып бербейіз. Анан айтып қойындағы қоғамшылыққа ұшы Генпрокурор ұшы Зулушев қызматқа қайра келбес керек, ошондар кетіш керек. Егерде қайра келе тұрған болса, біз қоғамшылықты көтереміз, мына ұйыштырып атабыз. Ошо күні күндеп түндеп айлап мерге ачқачылыққа шығабыз. Саяси